Tez o'tirganlar. Балалар, ең алдымен сабаққа кіріспес бұрын сервисін өзімізді енді 1 минут ұбытыға дайындық ретінде, сондай бір ауыр кезеңдердің барлықтарынан арылтып, өздеріңді жұлдызға саяхат ретінде көздеріңді жұмып, жақсы өздеріне көңіл күй сыйлауларыңды тілеймін. Сендерге мынандай бір жағымды жұлдыздардың тілектерін айтқым келеді. Бүгінгі сенің талпынысың, ертеңгі жұлдызың. Сен бүгін талпынатын болсаң, ертең жарық жұлдыз болып жоғарыдан көрінесің. Бүгінгі сенің арманың ол ертеңгі жарығың. Жұлдызға қара, табанына емес, тек алдыға ұмтыл. Көзімізді жұмып, 1 минуттық кішкене ғана көздерге жағымды әсер етеді оның өзі де. Ғылым жұлдыздарға апарар көпір. Осы біз ғылымды, білімді дамыта отырып, ал енді жұлдыздарды елестете отырып көзімізді жұмып, өзімізге жағымды ахуал туындаттық. Өмірде сондай жағдайлар болады ма? Жұлдыздардың әсері бар ма бізге? Мысалға, айта ғой. Біздің өмірімізде ғылыми тұрғыда айтпасақ та, шынайы өмірде де жұлдыздардың әсері бізге өте көп. Біз жұлдыздардың олардың электромагниттік, яғни ғылыми түрде айтпасақ та, былай сенімімізбен, өзіміздің сенімімізбен жұлдыздар бізге өте көп қол жетпес арманымыз секілді көрінеді. Олардың күштері сондай күшке жеткіміз келіп тұрады, сол секілді. Ол ғылыми түрде де дәлелденген. Адамнан жұлдыз аққан кезде тілек тіледі ғой. Сол сияқты адамдарда байланыс бар да, жұлдыз тілек орындайды арман сияқты. Сонымен көбісі байланыстырады. Біздің өзіміздің наным сеніміміз сондай, жұлдыздың аққанын көретін болсақ, онда біз ішімізден бір тілек тілейміз. Міне қазіргі менің де сендерге айтқан осы жағдаяттағы осындай болып тұр. Рәсіл диаграммасын қайталаған боламыз. Бірінші сұраққа қазір бізде жауап береді. HR диаграммасындағы көлденең ось нені көрсетеді? Температура. Көлденең ось дегеніміз температураны көрсетеді екен. Дұрыс. Келесі. Мен өте айта ғой. Күн қандай спектрдік класқа жатады? G-ға жатады екен. Қанша екен? 2560 келген. Сен не қарай? Кім бар? Аяулым. Жұлдыздың түсіне қарай қандай фактор әсер етеді? Температурасы. HR рәсіл диаграммасында бас тізбекті жұлдыздар. Бас тізбекті жұлдыздар. Дұрыс? Тақырыпты анықтайық. Мына жерден не көріп тұрмыз? Мына сурет арқылы не айта аламыз? Бүгін тақырыбымызды ашайық. Енді не айта аламыз бұл туралы? Жұлдыздар жайлы, нелер жайлы болмаушы? Нелер жұлдыздардың? Жарықтылығы, немесе тағы да несі бар? Температурасы жұлдыздардың несі екен, сонда бір сөзбен айтқанда, өткен тақырыптың барлығы бір-бірімен байланысты классификациясы. Бүгінгі күнді жазамыз, тақырыпты жазамыз, сабақтың тақырыбы жұлдыздардың классификациясы. Оның ішінде бұл тақырыптың өзі бірнеше бөлімге бөлінеді. Кешегі үй тапсырмасының өзі де осы тақырып болған, бірақ біз мақсат арқылы анықтап аламыз. Бүгінгі мақсатымыз соның ішінде қара құрдым, нейтронды жұлдыздар және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау. Осы 3 объекті жұлдыздар деп айтсақ та болады ма, объектілердің қасиеттерін сипаттайды екенбіз бүгінгі тақырыпты. Тақырыбымыз балалар, аса жаңа жұлдыздар. Біріншісі, бұл аса жаңа жұлдыздардың барлығы өз өмірінің соңында жарылу нәтижесінде пайда болады екен. Аса жаңа жарылыс ғаламның ең қуатты және жарқын оқиғаларының бірі болып табылады. Аса жаңа жұлдыздар көбінесе жұлдыздар өте ауыр болған кезде және отынның қорытындысы біткен кезде пайда болады. Ол жерде жарылу пайда болады. Ядросы жарылып, астрономиялық үлкен жарылыстан болады екен. Енді келесі нейтронды жұлдыздар. Нейтронды жұлдыздар дегеніміз бұл өте тығыз объект. Аса жаңа жұлдыздар жарылғаннан кейін барып, бізде аспанда қанша жұлдыз бар шамамен балалар?
Ya, sanап оны біте алмаймыз, ya. Жұлдыздардың қаншалықты екендігін біз санай алмаймыз. Өте көп жұлдыз. Күннің өзі бізге не? Жұлдыз. Несі арқылы ол бізге көрініп тұр, жылуын беріп тұр? Несі арқылы? Несі ерекшелігі басқа жұлдыздардан неде? Температурасы өте ыстық басқаға қарағанда. Күннің айналасындағы планеталарға оның әсері жоғары, басқа жұлдыздардан қарағанда. Ақын Рысқұл, бізде астрономия ғылымы галактикаларға бөлінеді ғой. Ал біздің осы планеталарға ең жақын, ең үлкен жұлдыз болып саналатын күн жүйесі болып саналады, күннің өзі болсын. Ал күннен үлкен, одан еселеп үлкен жұлдыздар да бар, бірақ ол басқа галактикаларда болғандықтан бізге мүмкін көрінбейтін. біз қай галактикада өмір сүреміз? Супernова жұлдыздар дегеніміз бұл ауыр жұлдыздардың, супернова дегеніміз жаңағы аса жаңа жұлдыздардың жарылысынан кейін пайда болады екен. Бұл нейтронды жұлдыздар қазір тапсырмаларда ары қарай да беріледі. Бұлардың жылдам жұлдыздарының айналуы өте жылдам екен. Қош жұлдыздар, пульсарлар қазір ол туралы тағы да қосымша айтамыз. Енді қара құрдым. Қара құрдым дегенімізші не ол балалар? Ол сөзді естігеніміз бар ма? Черная дыра, я? Черная дыра десек бізге көп түсінікті. Қара құрдым туралы. Кім не айта алады? Тағы да басқа. Қара құрдым туралы. Міне өзі де жазылып тұр, бұл ғаламдағы ең тығыз объект. Ол жерде қысым да жоғары. Жарық та шыға алмайды. Гравитациялық несі күштілігі соншалық, күшінің мықтылығы соншалықты, ол өзінің толқына не істейді екен? Айта ғой, толқына несін. Соны қалай елестете аласың, өз алдыңа, көз алдыңа елестете аласың ба осы сөзді? Қалай мысалға айтшы? Суретімен де сол көз алдымызға бір тесік сияқты елестейді, негізі? Оның енді шетіндегі айналып тұратын мына жердің өзі оқиғалар көкжиегі деп аталады екен. Осы жерге егер де бір дене түсетін болса, материя болсын түсетін болса, онда ол не істейді? Жұтып алады. Жұлдыздардың айналасындағы қозғалыстары арқылы ғана біз тәжірибе жүзінде кімдер? Ғалымдар зерттеп жатыр, астрономдар. Жарық қалай жүреді? Уақыт қалай жүреді? Басқа нәрсені жібереді. Роботтар да дамып жатыр ғой. Қараңғылық мысалы ретінде адамның көзін жабуға себебі қараңғылық мысалы жарық түссе, одан кейін ол жұтып қояды ғой. Көзде абсолют қара дененің моделі ретінде алуға болады көзде. Көз жұмған кезде толық қараңғылық көреміз. Өте жақсы. Сіздерге кітапта жоқ тақырыбымыз біздің енді. Осындай мәліметтерді алып келеміз. Сол бойынша бүгінгі жаңа тақырыпты тапсырмаларды ойлаймыз. Бүгінгі үй тапсырмасына барлығы дұрыс болса, өздеріңіздің жасап келген бір балды қоясыздар. Енді келесі тапсырмаларға жанына бос орын тұр ғой, сол жерге қосуды қоя бересіздер. Енді топтық жұмыс. Бірінші топ қара құрдым, нейтронды жұлдыздар, ал мына жақта аса жаңа жұлдыздар. Енді сіздерде постер қоймасаңдар да болады, астрономиялық объектінің қасиеттерін сипаттайсыңдар, пайда болу жолын түсіндіресіңдер, барлық топ, және ақпаратты жүйелі түрде ұсынасыздар. Енді бұны тек қана плакатқа сызып қоймай, жоқ мен Canva-мен басқа да приложениялармен, қолданбалармен жұмыс істей аламын, слайд түрінде көрсетемін десеңдер, ол да болады. Және қолда берілген материал бойынша әркім өздеріңіздің тақырыптарды тауып алыңыздар. Сіздерге түсіріп, немесе сайт түрінде қазір ақпарат береді. Жаңа жұлдыздар, аса жаңа жұлдыздар. Не туралы? Тапсырыста и ананың ортасының кестесіне қазір екі қараңызды бірінде. Болмаш? Болды ма не? Сендер бастайсыңдар бұл уже. Аса жаңа жұлдыз негізінен бір жұлдыздың жарылу нәтижесінде пайда болатын астрономиялық құбылыс болып табылады. Яғни бір жұлдыз жарылған кезде болса, аса жаңа жұлдыздар пайда болады. Аса жарылыс кезінде көптеген энергиялар жер бетіне тарап
қарайтын болады кейінірек ол жұлдыздар жұлдыздар жарылған кезде өте қатты қысымнан жарылады. аса жаңа жұлдыздың соңғы несі не болады екен Айжан? таралған кезде ол қатты қысымнан айналуы мүмкін. Қарап қойдың ба? Жақсы, отыра қойыңдар. Енді Нұрсұлудікі дайын екен. Аса жаңа жұлдыздар деген аты айтып тұрғандай, ерте жаңа пайда болған, бірақ қуаттылығы өте жоғары жұлдыздарды айтамыз. Бұл жұлдыздарды зерттеудің мақсаты не? Аса жаңа жұлдыздар ғаламға қауіп төндіре ме, әлде ол маңызды ма? Соны зерттеу болып саналады. Ендігі кіріспеге келетін болсақ, біздің астрономия ғылымы ғаламшарымыз өте үлкен кеңістікте алып отырған кеңістік болып саналады. Ол жерді зерттеу әлі күнге дейін жалғасып келуде. Аса жаңа жұлдыздар неден пайда болады? Аса жаңа жұлдыздар үлкен көлемдегі жұлдыздардың қысымының өлкеуінен, яғни эволюциялық дәуірінің тоқтауына кейінгі жарылыстан кейін жаңадан пайда болған кішкентай жұлдыздар болады. Ол кішкентай жұлдыздар аты кішкентай болғанымен олардың сәулелері 10 мың 100 миллион есеге дейін үлкен, яғни күннен асып түсетін 8 күннің жарығына тең болатын аса жаңа жұлдыздарды құрауы мүмкін. Біз көзімізбен жұлдыздың құлау кезінде де біз жұлдыздың жарылуын көреміз. Жарылған жұлдыздың жарығы кәдімгі құлап жатқан жұлдыздан қарағанда әлдеқайда үлкен екенін байқаймыз. Және бұл жұлдыздар қалай пайда болады? Жаңа айтып өттім, яғни үлкен бастапқы жұлдыздың жарылуы, ішкі энергияның өсуі және электромагниттің сәулелерінің пайда болуы. Неге бұл жұлдыздар маңызды? Бұл жұлдыздардың маңыздылық себебі, ол жұлдыздар, яғни үлкен жұлдыздардың жарылысы жер планетасына қандай әсер етеді? Галактикадағы болып жатқан яғни процестердің бәрі жер планетасынан басқа планеталарға қалай әсер етеді және галактиканың қаншалықты кеңдігін анықтау үшін маңызды болып саналады. Зерттеу арқылы біз жетістікке жетеміз, ал зерттемесе яғни білімсіздіктің, сауатсыздықтың кесірінен Нейтронды жұлдыздар, мына нейтронды жұлдыздың құрылысы қалай қалыптасады нейтронды жұлдызды? Бұл жұлдыздардың жарылыстан қалыптасатын өте тығыз объект болып келеді. Ауыр жұлдыздардың суперновадан кейін жарылыстан кейін пайда болады. Нейтрон жұлдыздардың тығыздығы өте жоғары болады. Және де бітекше сантиметрінде миллиардтаған тонна болуы мүмкін. Оларда 10-20 сантиметр градусқа ие. Бізде аса жаңа жұлдыздардан кейін пайда болатын жұлдыздар, олар өте тығыз болады және де салыстырғанда осы бірдей шыққанпен салыстырған кезде осындай нейтрон жұлдыздың затында қысымы өте жоғары болады және тығыздығы жоғары болады. Және де айтып өткендей, нейтронды жұлдыздардың бірнеше түрлері бар. Олар пульсарлар, олар мысалымен қараған кезде лазерге ұқсайды, өзінен радиосигналдар бөліп тұрады да өте жоғары жылдамдыққа айналып отырады. Енді мен бұл топқа қант алып келгенмін, осыны нейтронды жұлдызбен салыстырыңдар деп. Енді не айта аласыңдар? Бір түйір қант, жаңа бір текше метрінде қыздар айтып өтті, қанша массасы қанша болады екен? Миллиардтаған неге дейін жетеді тоннаға дейін. Ал енді келіп, онда біз салыстырып көрейік, бір текше мынау қантымыз қанша массасы екен, бірақ тура осындай нейтронды жұлдыздың да өлшемі. Оның бірақ тығыздығы жоғары. Даниял көрсін қанша екен? Жоқтау алғанда 4 грамм. 4 грамм. Міне барлық қанттың бірдей екен, 4,1 грамм көрсетіліп тұр. Ал бізде жұлдыздың массасы одан да жоғары болады, себебі осындай түйіршігінде жерді сыйып кететіндей тығыздық болады да, жердің массасы сияғандай. Сондықтан да ол осылай аталған нейтронды жұлдыздар. Өте жақсы. Тағы да? нейтронды жұлдыздар галактикада осы тек қана қанттың түйіршігіндей көлемде кездеседі. Нейтронды жұлдыздар бізде аса жаңа жұлдыздардың пайда болғаннан кейін соның пайда болғанын көрсетеді бізге, және өзінен радиосигналдар бөліп отырады, яғни жарығы бар ғой. Ғалымдар оларды радиотелескоптар арқылы қабылдап музыка ретінде шығара алады, оларды ести аламыз. Ал олардың көлеміне келсек, дәл мынау қанттың түйіріндей болмайды. Бұл қант түйіріндей нейтрондық жұлдыздың заты деп алған едік. Ал шамамен жердің көлемінен бірнеше есе кіші радиусы 20-30 километрдей болады. Яғни айдан да кіші болады. Қалған ядро
өте ауыр болса, гравитациялық қуа арқылы қара құрдымға айналады, яғни ошасынан черная дыраға айналады. Және де қара құрдымға ештеңе тіпті жарықтың өзі қашалмайтын аймақ. Бұл қара құрдым айналысында белгілі бір шекара бар, біз оны уақыт көшелі деп атаймыз. Сонымен қатар қара құрдым ғаламдағы ең қызық объектілердің бірі болып саналады. Себебі олар уақыт және де кеңістікке әсер етеді. Мысалы, уақыт отқа көшеліне жақындаған сайын уақытымен бірге олай береді. Абсолют қара денеге екеуі өте ұқсас, себебі екеуі де жарықты қалай жұтады, солай шығармайды. Бірақ абсолют қара құрдым кішкене болсын өте әлсіз жарық шығарады, ал абсолют қара дене жылу шығарады. Және бізде неқта қара құрдымды центрлік көрсету үшін абсолют қара дененің моделіне ұқсап жасадық. Бұл жерде кішкене тесіктен жарық кіреді де ішіне шағылып қайта шыға алмай қалады. Соны абсолют қара дене деп атайды. Және біздегі қара құрдымның да жұмыс істеу құбылысы тура солай болады. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай қара құрдым Интерстеллар фильмінде ғалымдардың айтуы бойынша ең ұқсас қара құрдымның моделі, симуляциясы осы жерде. Оқиғалар көшегі сол жерден асса мүлде ештеңе қайтпайды деген тұжырым бар. Жалпы сол. Енді шпалмен бағалаймыз. Жұптық жұмыс еді бұл біздер. Кім жанында екі-екіден. Ана жерден көп қой, біздің осы бар деген сияқты. Қолма Нұрсұлу, Айжан. Ең соңғы қолдан дегеннің мүмкін болатын нұсқасын ұсындым, сендердің. Сәулелер және космостық сәулелердің ағымынан жаппай құрылу болады. Және бізде климаттың өзгеру, биосфера өзгеру жалпы планетаны. Иә, дұрыс. Бір ауыз сөзбен биологиялық әсері болады екен. Кеттік. Онда барлығымыз тексеріп алдық па? Балдарымызды жылдан-жылдан бағалау парағына қойып алайық. Келесі. Енді кешегі нені ашамыз өзіміздің. Стаковол программасын ашамыз да. Әр топқа мен не үшін мынандай нелерді қойдым, сіздердің топқа бөлінген қарасаңдар, аттары жазылған артында қандай жұлдыз екендіктері. Үшінші топ сендерде Персея жұлдызы мысалы. Сол туралы ашамыз жылдан. Абсолютті жұлдыздық шамасын анықтаймыз. Сендерде қандай жұлдыз берсеңдер? Сириус жұлдызының абсолюттық жұлдыздық шамасын анықтайсыздар. Жеке-жеке әркім енді дәптерге есепті шығарсын. Сендерде не? Міне. Біреуін ғана ашып, может көрсете саласыңдар шамасын, я осылай түсіріп аласыңдар. Енді мына жерде қазір формуласы жұлдыз, Нимбус жұлдызы болып саналады. Біз оны Стаковол программасынан М мен Д мәндерін, яғни жұлдыздардың графикасынан алып алдық. М-нің мәні 3,6 болса, Д-нің мәні 23,3. Осыны ондық логарифмге салу арқылы формулаға салып есептедік. қолдарыңыздағы бағалау парағына жылдам белгілеп жіберіңіздер. Нейтронды жұлдыздың негізгі ерекшелігі. Дұрыс. Келесі. Не себепті тікелей көру мүмкін емес қара құрдымды? Ал енді балалар сабағымызды бекітіп, бүгінгі сабақта білгенімізді жылдам мына жерде кері байланысты осы жерде нақтылап бір ауыз сөзбен жазып береміз де, үй тапсырмасы QR кодта, соны аламыз. Туралы хабарлама дайындаңдар сәттілік.
енді ғарыштың барлығымен танысып болдық, иә, жұлдыздардың түрлерімен де, онда қара құрдым, нейтронды жұлдыз барлығымен таныстық. Енді осылардың барлығын ғалымдар қалай зерттеп жатыр, не арқылы, сол туралы үйде мәлімет жазып келеміз. Бүгінгі сабақтағы ақпарат болашақ мамандық таңдауына түрткі болды деп ойлайсың ба? Қазіргі ең мықты дамып келе жатқан енді бізде осы космология ғылымы, астрономдар аспан денелерін бәрін зерттеп жатыр. Физикада былайша айтқанда жаңалықтардың несі тоқырауы жүріп тұр ғой, ешқандай жаңалықтар ашылып жатқан жоқ. Ең несі бізде енді космос ғарышты зерттеп жатыр. Рүстем, не айтасың осы туралы? Иә, мен мамандығыма көп әсерін тигізді осы сабақ. Қай жағынан мысалы, қандай? Осы тереңнен. Мен негізі аспан әлемін зерттеуге қызығатынмын. Көптеген нәрселер. Сабақта көп мәліметтер алдыңда. Болашақ мамандық таңдауына түрткі болмаса да, бірақ осы ғаламшарға ғарышқа деген қызығушылығымды ашып көресіз ба? Ғаламшарды зерттеумен айналысып жатыр ғой. Ғаламшарды зерттеу қай адамға болмасын қызықты болып саналады. Біздің сыныбымыздың жарты оқушысы физика математика комбинациясы бойынша мамандық таңдаған ғой. Олар үшін де пайдалы болды деп ойлаймын. Мен үшін де бұл сабақ қызықты. Біз 11-ші сынып болғанда барлық программаны бірдей алып жүруге міндеттіміз және сабақ өте қызықты деңгейде өтті деп айтамын. Өте жақсы қатысқандарыңызға көп рахмет. Үй тапсырмасын ұмытпаймыз.